Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарының жапырақтары осындай қатты ыстық күндері шілде айларында жапырақтары сарғайып кетіп жатады. Сол жапырақтарының дамуына, қайта қалпына келуіне өте жақсы көмектесетін тыңайтқыш жайлы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Қолдау сізден, әрекет бізден. Енді көпшілік сұрақ қойып жатады. Жеміс ағаштарымыздың жапырақтары осындай қатты ысыларда, шілде айларында қатты ысыда жапырақтары сарғайып кетіп жатады деген сұрақтарды көпшілік көп сұрақтар қойып жатады. Енді жеміс ағаштарына жаздың күндері күн қатты ыссы болғанда, алдыңғы видеоларымда айтып өткенімдей, қатты ысыларда жеміс ағаштарын көбірек суарып, көбірек тыңайтқыштар беріп, жақсылап баптауымыз керек. Енді сонда да енді жеміс ағаштарының жапырақтары жаңағыдай сарғайып, қурап қалайын деп тұрған болса, енді соған жақсы көмектесетін қалпына келуіне тыңайтқыш жайлы сіздерге жасап көрсетеміз қазір. Бұл тыңайтқыш енді агрикола деген тыңайтқыш, комплексный витамин агрикола аква. Оның енді жаңағы гүлдерге арналған түрлері де болады. Сіз енді сатып алған кезде сұрайсыңыз, маған жеміс ағаштарға керек деп. Агрикола аква. Бұл тыңайтқыш енді жаңағыдай жеміс ағаштарының жапырақтары сарғайып тұрған болса өте жақсы көмектеседі. Қалпына келуіне, реңдері кіріп, әдемі болып қалпына келуіне өте жақсы көмектеседі. Енді бұл комплексный витамин. Бұның құрамында енді жеміс ағаштарына өте қажетті элементтер бұның ішінде барлығы бар. Осыны қазір сіздерге жасап көрсетейін. Мынау енді 10 литр күннің көзінде тұрған жылы су. Енді қандай тыңайтқыш жасасаңыз да күннің көзінде тұрған жылылау су болғаны жақсы. Алдын ала дайындап қойылған. Мұздай суға сразу краннан алып, мұздай суға енді жасамаған жақсы. Күннің көзінде тұрған жылылау су. Мына тыңайтқыштың енді мынандай өзінің басында мынандай қақпағы бар. Осыменен мінекей расшоттап аласыңыз. Осылай тұрады. Осы мынаған енді нормасымен құюға арналған, осы крышкасына қарап. Мынандай 10 литр суға осы крышкаге 5-еуін құйсақ болады. Қазір енді мен сіздерге жасап көрсетейін. Мынаны ашамыз. Мына ашылған жерден аузында фольгасы болады. Енді оны мен жаңа жасағанмын, алып тастағанмын. Фольгасын жыртып, осындай мінекей крышкасына 10 литр суға 5-еуін құямыз. 1, 2, 5. Мінекей 10 литр суға 5-еуін құйдық. Крышкасын жауып, мінекей ол мынау жаңағы құятын несі осының үстінде тұрады. 10 литр суға 5-еуін құйдық. Жақсылап араластырамыз. Оны енді жаңағы жеміс ағаштарының жапырақтары сарғайып, жаңағыдай қурап қалайын деп тұрған жапырақтары сарғайып кеткен жеміс ағаштарыңызға құйсаңыз болады. Жапырақтарының қалпына келуіне, реңдері кіріп, дамуына өте жақсы көмектеседі бұл тыңайтқыш. Мінекей жақсылап араластырдық. Алдыңғы видеоларымда айтқанымдай, қандай тыңайтқыш жасасаңыз да 15-20 минут қойып алғаныңыз жақсы болады. Біз енді алдын ала мінекей дайындап қойғанбыз, сіздерге құйып көрсету үшін. Бұның енді дайын болғанына жарты сағаттай болды. Осындай қылып алдын ала дайындағаннан кейін осындай 20-30 минут қойып алған жақсы. Енді мына жеміс ағашқа қазір құйып көрсетемін. Бұның енді суарылған, қандай алдыңғы видеоларда айттық, қандай тыңайтқыш берсеңіз де жеміс ағашыңызды міндетті түрде суарылған болу керек. Мінекей суарылған ызғары мол. Осының астын осындай белмен бір-бір қопсытып шығамыз. Осылай жақсылап қопсытып шығамыз. Тыңайтқыштың әсері жақсы болу үшін асты суарылған болу керек. Және де осындай қопсытылса ары қарай сіңуі жақсы болады, және әсері өте жақсы болады. Астын қопсытып алдық. Мінекей жаңағы дайындалған жарты сағат тұрған тыңайтқышымыз.
10 литр осындай бір жеміс ағаштың астына мінекей былай қарай осындай қылып құйып жібереміз. Астына сіңіп өзі тамырына барады. Бұл тыңайтқышымызды осындай бір құйғаннан кейін 7 күннен кейін тағы да қайталап құйып жібересіңіз. Сосын тағы да 7 күннен кейін құйып, 2-3 рет құйғаннан кейін өте жақсы нәтижесін байқайсыңыздар достар. Жаңағыдай сарғайып тұрған жапырақтарының реңі кіріп, қалпына келіп, нәтижесі белгілі болады. Өздеріңіз көресіңіз жасап қойғаннан кейін. Өте керемет көмектеседі жеміс ағаштарыңызға. Жаңағы жапырақтары сарғайып неғып тұрған ағаштарыңыз болса, осыны құйсаңыз керемет нәтижесін көресіңіздер достар. Осылай жасап құя бересіңіз. Жаңа айтқандай, бір құйғаннан кейін 7 күннен кейін тағы құясыз. 2-3 рет осындай 7 күн салып 2-3 рет қайталап құйсаңыз, нәтижесі керемет болады достар. Осылай жасап құя беріңіздер. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Аман сау болыңыздар достар.